Мама, ертегі айтып берші. Балалар, ертегі тыңдағыларың келе ме? Жақын отырыңдар. Лайк басып, каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Күшік пен мысық. Ауылдағы көрші екі үйдің бірінің қара күшігі, енді бірінің ала мысығы болды. Бір күні күшік көршінің бағына кіріп, сонда жүрген ала мысықты тұра қуды. Мысық қашып барып, алма ағашына шығып кетті. Ағаш түбіне келіп, «Ау, ау, 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 ау» деп мысыққа қарап шабаланып тұрып алды. Мысық та оған белін күжірейтіп, тұмсығын тыржита, айбат шекті. Сол сәтте жұдырықтай бір қызыл алма күшіктің басына топ ете түсті. Күшік қаңқ ете қалды да, мысық ұрды екен деп қаша жөнелді. Ол енді өз ауласына барып, тағы да мысыққа қарап, шәуілдеп тұрған, сол кезде мысық ағаштан қарғып түсті. Одан қорқып қалған күшік жүгіріп барып, үйшігіне кіріп кетті. Содан бастап қара күшік көпке дейін ала мысықты қумайтын болды. Ертегі ұнаса, каналға жазылып, қоңыраушаны басып қой. Сені алды тағы да көптеген қызықты ертегілер күтеді.